Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 88-ші беттегі 10-шы жаттығудың сынып және үй жұмысына арналған жалпы 4 есебін шығаратын боламыз. Есептерді жақсылап түсініп алу үшін видео сабақты соңына дейін мұқият қарап шығайық. Және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал бірінші есептен бастап шығарсақ, балалар, бірінші есепте 2 мегапаскаль тұрақты қысымда 2 литрден 12 литрге дейін көлемі ұлғайған газ қандай жұмыс жасайды дейді. Ал балалар, берілген жазып алдық. Енді ХВЖ-ға келтірейік өлшем бірліктерімізді. Сонда мегапаскальда балалар, оның 6 дәрежесі бар. Оның 6 дәрежесі паскаль болады. 1 литрде оның минус 3 дәрежесі бар. Яғни 2-ні мыңға бөлеміз деген сөз. Дәрежемен жазатын болсақ, 2 көбейту оның минус 3 дәрежесі метр куб бар 1 литрде. 12-ні 12 көбейту оның минус 3 дәрежесі метр куб деп аламыз балалар. Ал жұмысымыздың формуласын жазатын болсақ, бізде П көбейтілген дельта В. Дельта деген сөз бізде өзгерісін білдіреді. Яғни көлемнің өзгерісі балалар. Оны ашып жазатын болсақ, В2-ден азайтамыз В1-ді. Яғни соңғысынан бастапқысын азайтамыз. Ал орнына қойып есептейік. Қысым бізде 2 көбейту оның 6 дәрежесі паскаль. Көбейтеміз. 12 көбейту оның минус 3 дәрежесі метр куб. Азайтылған 2 көбейту оның минус 3 дәрежесі метр куб. Ал есептейтін болсақ, балалар, 12-ден 2-ні алсақ, 10 минус 3 дәрежеден біреу жазылады. Сонда 10-ды 2-ге көбейтсек 20 болады. 20 көбейту 10-ның минус 3 дәрежеден біреу шықты. 6 дәреже, 6-тан минус 3-ті алсақ, плюс 3 дәреже қалады, паскаль. Ал плюс 3 дәреже бізде нені білдіреді? Килоны білдіреді. Сонда 20 кило, паскаль деп оны жерде джоуль болады. Балалар, жұмыстың өлшемі. Сонда кило джоуль болады міне. Сонда жауабымыз, жұмысымыз тең болды 20 килоджоульге. Ал келесі екінші тапсырмамызда ұлғаю кезінде 4400 джоуль жұмыс жасаған сутекке қанша жылу мөлшері берілген дейді. Сутектің ішкі энергиясы өзгерген жоқ дейді. Яғни тұрақты дейді ішкі энергиясы. Ал шығарайық. Ал берілген жазып алдық балалар. Енді жылу мөлшері. Термодинамиканың бірінші заңын жазайық. Q тең ішкі энергия қосылған жұмыс деген формуламыз бар балалар. Бізде ішкі энергиямыз тұрақты дейді. Яғни константа. Константа деген сөз балалар тұрақты дегенді білдіреді. Тұрақты болған кезде жылу мөлшеріміз жұмысқа тең болады. Сонда жұмыстың мәні бізде 4400 джоуль еді. Сонда жылу мөлшеріміз балалар 4400 джоульге тең екен міне. 4400 джоуль жұмысымызға тең деген сөз. Енді үй жұмысынан алған есепті шығарайық. Бірінші есепте 0,3 метр кубтен 600 литрге дейін көлемі ұлғайған газ 400 джоуль жұмыс жасаған дейді. Егер ол жұмыс жасау кезінде өзгермеген болса, газдың қысымы қаншаға тең болған дейді. Ал есептейік. Ал балалар, берілген жазып алдық. Енді ХВЖ-ға келтіреге біздегі екінші көлеміміз литрмен берілген екен. Сонда біз мыңға бөлеміз мына санды. 600-ді мыңға бөлетін болсақ, балалар 0,6 метр куб болады. Енді жұмыстың негізгі формуласын жазайық. Жаңа бірінші есептегі жұмысымыздың формуласы P-V2 азайтылған V1 деген формуласы бар еді. Осыдан балалар, қысымды табатын болсақ, жұмыс бөлшектің үстіне кетеді, ал көлемнің өзгерісі балалар бөлшектің астына кетеді. Енді осыған сан мәндерін қойып есептейік. Жұмысымыз бізде 400 джоуль. Ал V2-міз бізде 0,6 метр куб болды. V1-міз 0,3 метр куб. 0,6-тан 0,3-ті алсақ 0,3, 400-ді 0,3-ге бөлсек балар 1333 паскаль болады екен. Оны біз былай жазсақ болады. 3 дәрежені 3 өтір артқа жылжысақ 1,3 немесе 33 көбейту оның 3 дәрежесі паскаль дейтін болсақ балалар, ол 1,33 кило паскальды білдіреді. Сонда жауабымыз, қысымымыз 1,33 кило паскаль екен. Ал соңғы есебімізде балалар, адиабаттық үдеріс кезінде газ 10 джоуль жұмыс жасаған дейді. Оның ішкі энергиясы қандай шамаға өзгерген? Ал балалар, берілген жазып алдық. Жалпы адиабаттық процесс дегеніміз балалар, қоршаған ортамен жылу алмаспайтын процесс, яғни оқшауланған күйде өтетін процесс. Бізде адиабаттық процесс кезінде ішкі энергиямыз теріс жұмыспен сипатталады екен, яғни жұмыс теріс таңбасымен сипатталады, яғни жылу алмаспайтын процесс деп айтып отыр міне. Сонда ішкі энергиямыздың өзгерісі балалар минус 10 джоульге тең екен. Жауабы солай жазып қойсаңыздар болады міне. Ішкі энергиямыздың өзгерісі
минус 10 дүжеуліге тең екен балалар. Ал балалар, бүгінгі қарастырған есептеріміз осы. Ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.